Ойынына қош келдіңіз. Сен менімен біргесің бе? Сіз жаңа лайфхактарға дайынсыз ба? Өйткені бұл эпизодта біз доктор Шривиджай Эсваранмен байланыс пен байланыс арасындағы айырмашылықты түсіну үшін сөйлесеміз, және осылайша біздің жолымызда тереңірек және мағыналы қарым-қатынас орнатуды үйренуге көмектесеміз. Өмір, бүгін бізге қосылғаныңыз үшін көп рахмет. Бұл әрқашан жақсы сезіледі. Байланыстан маңыздырақ. Айырмашылығы неде? Бір қызығы, қазіргі заманда бәрі байланысқа байланысты. Әлеуметтік желілерге келетін болсақ, сіз әлеуметтік желілерде болдыңыз. Сізде мыңжылдықтар және жүзжылдықтар, Snapchat, Facebook, Instagram және бар. Және мұның бәрі контактымен байланысты. Және олар осы сайтта алған ұнатуларының санына, осы және басқа жерлерде оларды бақылайтын адамдардың санына қуанады. Олардың арасында тіпті геосаяси байланыс жоқ. Мұнда мүлдем ештеңе жоқ. Бірақ бұл байланыстар олар үшін өмір сүреді. Сондықтан, мысалы, Z буыны басқаларға қарағанда жалғыз, ал алдыңғы буын да жалғыз деп айтылады. Байланыстар туралы не деуге болады? Байланыстар мені толғандыратын жалғыз нәрсе. Жаңа біреумен танысу және ол адаммен жақынырақ танысу, оның әсерін сезіну немесе оның өміріне үлес қосу. Бұл әлемді жақсы жаққа өзгертетін нәрсе. Мен әрқашан дәл осы нәрсеге, байланыстарға ұмтылдым. Егер мен бүгін осында тұрсам, бұл менің өмір бойы байланыста болған адамдарымның арқасында. Олар мені осы уақытқа дейін жетеледі. Және мен компаниялар табысқа жете алмайды. Бірақ адамдар табысқа жетеді деп айтқан сайын. Мен дәл осылай айтқым келетініне шындап сенемін. Ең бастысы байланыстар. Бірақ сіз кіммен сөйлесетініңізді қалай таңдадыңыз және сол адаммен сөйлесу сіздің уақытыңызға тұрарлық деп қалай шештіңіз? Екінші жағынан, менің ең жақсы көретінім, бас жоспарда ешқандай кемшіліктер жоқ. Менің ұстанымым, сіз кездестіретін адамдар немесе кешіріңіз, сіз кездесіп жүрген адамдар әрқашан сізге арналған. Олардың өмірде мақсаты бар. Олардың өмірінде сенің де мақсатың бар сияқты. Бұл мақсатты табу, оны іс жүзінде қолдану, осы мақсатты ашу, бұл және бұл сіздің өмір жолыңыз. Бұл менің белсенді түрде шығып, осы байланыстарға ұмтылуым емес. Бұл солай. Және көбінесе олар мені басқаларға қарағанда таңқалдырады. Біздің ортақ көзқарасымызға немесе мақсатымызға үлес қоса алады деп күткен соңғы адам мен іздеген адам болуы мүмкін. Сондықтан менің байланыстарым мені әрқашан таңқалдырды, таңқалдыруды тоқтатпады. Ең тыныш, сіз білесіз бе, ұстамды адамның кейде мүлдем басқа адамға айналуы таңқаларлық. Және бұл табиғи түрде бола ма? Кейбіреулер бұл лезде байланыс, лезде химия туралы айтады. Сондықтан, күш-жігердің деңгейі адамнан адамға өзгеретіні анық. Ендеше, сіздің жолыңызда келе жатқан адамдармен қарым-қатынас орнатуға күш салу қаншалықты маңызды. Менің тағы бір сүйікті сөзім бар. Ой, менің күш-жігерім, сенің күш-жігерің, ал нәтиже оның күш-жігері. Сондықтан, сіз жасай алатын ең жақсы нәрсе бар күш-жігеріңізді салу. Міне, менің тағы бір өте маңызды сөзім. Біреулер қалады, біреулер жоқ, біреулер қаламайды, біреулер қаламайды, біреулер жасайды және біреу күтіп тұрғандай сезіледі. Солай емес пе? Дәл солай. Және бұл шынымен де өз алдына философияға айналды. Сондықтан, бәрі сіз қалағандай гүлдейді деп ешқашан күтуге болмайды. Менің сізге қоятын сұрағым, біздің желіден, кәсіпкерлердің жаһандық желісінен. Мәселе мынада, егер кәсіпкерлер өз бизнесін дамыту үшін желі құруға және басқа адамдармен байланыс орнатуға бар күш-жігерін салса, бұл олардың қарым-қатынасында айлакер болып көрінетін сияқты емес пе? Неге екенін әлі түсінбеймін. Менің айтайын дегенім, неге қарсы? Бәрі органикалық түрде болып жатыр ма? Әлде байланыстар сізбен жасалады ма? Оларды өзіңіз жасамайсыз ба? Жоқ. Бұл әлі де сіздің өмір жолыңыздың маңызды бөлігі. Сіз өміріңізде мақсаты жоқ, адамдармен байланыс орнатпайсыз,
кем дегенде менің көзқарасым бойынша. Сондықтан бұл сөздің физикалық мағынасында олардың қай жерде екендігі туралы емес. Мәселе мынада, біз бір өмір жолын ұстанамыз. Біз әрине қосыламыз. Содан кейін байланыс орнату үшін жұмыс істейміз. Дұрыс. Сондықтан бұл шын мәнінде біз механизмге қарсы ниет туралы айтқан алдыңғы эпизодқа оралады. Өйткені ниет, егер сіздің ниетіңіз жай ғана байланыс орнату болса, бұл шын мәнінде ештеңені білдірмейді. Оның мәні жоқ. Бірақ егер сіздің ниетіңіз сіздің жолыңызға түскендердің барлығымен қарым-қатынас жасау болса, сіз одан да жемісті өмір саласыз. Мен тағы да қайталаймын. Байланыс және байланыс. Егер қаласаңыз, дәл қазір мені тыңдап отырғандардың барлығына контекст құруға ғана емес, сонымен қатар байланыс орнатуға да назар аударуға көмектесетін бір кеңес немесе лайфхак бере аламын ба? Бұл қандай кеңес? Егер мен өз тарихыма сүйене отырып, өз атымнан айтатын болсам, байланыс пен байланыстың қалай ерекшеленетіні бір нәрсеге, сіздің басқа адамға деген қамқорлығыңыз бен жанашырлығыңызға байланысты деп айта аламын. Егер біз ешкімге нақты хабарласпай, ақ байланыс туралы айтатын болсақ, мен және менің ең жақын қызметкерлерімнің бірі сол кезде оның нақты өмірлік таңдауына қатысты үлкен келіспеушіліктерге тап болғанын айтқым келеді. Және біз біраз уақыт бөлек жолдармен жүрдік. Және ол өз-өзіне қол жұмсауды шешті. Бірақ бұл жай ғана байланыс емес. Байланыс болғандықтан, мен уақытымды босқа өткізіп жатырмын. Мен күттім. Ақыры ол қайтып келді. Және біз қарым-қатынасымызды әлдеқайда берік және тұрақты деңгейде қалпына келтіре алдық. Сондықтан байланыстар берік болуы керек. Егер олар бар болса, өмір бойы. Бүгінде доктор Шри Виджайдың терең түсінігінің арқасында біз айналамыздағы адамдармен мағыналы байланыс орнатудың құндылығын түсінеміз. Өйткені біз өзімізді қоршап тұрған адамдардың жиынтығымыз. Бүгінгі бөліміңіз үшін рахмет, Дато Шри Виджай. Білесің бе, мен сенен үйренгеніме әрқашан қуаныштымын. Сондықтан көп рахмет. Мен де саған ризамын. Тереңірек байланыс орнатуды жалғастырайық. Оған дейін лайк басуды, бөлісуді, жазылуды және осы эпизодтан қандай негізгі қорытынды жасағаныңызды айтуды ұмытпаңыз. Келесі бөлімде кездескенше